Мына хадисте айтылған 3 іс. Соның біріншісі балгерге бару. Балгер деген кім? Арабша кахин деп айтады. Кахин дегеніміз ертең не болатын, болашақта не болатын айтып беретін, және өткен шағыңызды, өткен өміріңізде болған оқиғаларды айтып беретін, немесе жоғалтқан нәрсеңізді тауып беретін кісі. Балгер деген нәрсе белгілі, адамдар көбісі біледі. Балгер, бақсы, емші, тәуіп, соған ұқсаған шайтанмен байланысқан кісілер. Осы адамға баратын болса, жай ғана баратын болса, біле тұра оның бақсы балгер екендігін, 40 күн намазы қабыл болмайды. Ал егер ол кісінің сөзіне сенетін болса, мына балгер дұрыс айтады, оның айтқандары дұрыс келіп жатыр деп сенетін болса, діннен шығып кетеді. Бұл күфірлік, адамды діннен шығарып кәпір болып кетеді. Енді бұл хадисте айтылған екінші нәрсе, бұл әйел адамның хайыз кезінде, яғни месячный кезінде, ай сайын келетін етеккір кезінде қосылу, бұл да харам етілген іс. Кім бұны рұқсат етілген болады деп істесе, діннен шығып кетеді. Ал егер рұқсат етілмеген біле тұра істесе, күнә алады, үлкен харам істеген болады. Хадисте айтылған үшінші нәрсе, ол әйел адамды нәжіс шығатын жерінен қосылу. Бұл да бір лас істерден, харам етілген істерден. Бұны да кім халал болады деп істесе, діннен шығып кетеді. Ал біле тұра істесе, күнә алады, харам істеген болады. Аллах Тағала бізді бұл хадисте айтылған істерден сақтасын. Әсіресе бақсы балгерге бармаңыздар. Бақсы балгерге бару адамды діннен шығарып жібереді. Оның сөзін растамаңыздар.